Жылдан жылға, ғасырдан ғасырға адамзат аяқ басқан сайын, бейнелеу өнерінде де түрлі бағыттар дамып өзгеріп отырады. Солардың бірі итальяндық суретші әрі гравер Джованни Бенедетто Кастильоне 17 ғасырда ойлап тапқан монотипия техникасы. Қайырлы күн музейіміздің жас достары. Өздеріңізге арнаған айдарымыздағы бүгінгі шеберлік сабағымызда монотипия және акватипия техникаларымен танысамыз. Шығармалары музей қорында сақталған суретшілер жайлы мәліметтер аламыз. Монотипия. Монос бір, тайпос басылым, яғни бір ғана басылып шығады деген мағына беретін сөз. Монотипия мен акватипия кескіндеме мен графика, өнер мен психологияда қолданылатын керемет шығармашылықтың түрлері. Бұл қарапайым, бірақ таңғажайып сурет салу техникалары ерекше туындыларды дүниеге әкеледі. Көрген көзін толғаныссыз қалдыра алмайтын суретшілердің бірі, ғажайып туындыларын тамашалаған сайын өнер құдіретіне шексіз басыңды идіретін, мақтаныш, таңданыс пен тебіреніс сезімдерін тудыратын акварель бояуының шебері Шакур Абдулганиев. Суретші мектеп жасынан кейін ұзақ уақыт ізденісте жүріп, автожолдар техникумын 1946 жылы бітіреді. Ұшы-қиыры көрінбейтін қазақ даласын ақ парақ бетіне су бояумен түсіретін. Ол Гоголь атындағы Алматы көркемсурет училищесіне 36 жасында түсіп, бала күнгі арманына қол жеткізеді. 60-70 жылдары Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркем галереясында, Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің көркем көрмелер дирекциясында, Қазақстан суретшілер одағының көркем қорында қор сақтаушы және көшпелі көрмелерді ұйымдастырушы қызметін атқарады. Жазушылық қабілетімен қоса бейнелеу өнері туралы мақалаларын да жариялап отырды. 1953 жылдан бастап қалалық, республикалық көрмелерге қатысты. 70-80 жылдары шығармашылық кезеңі өрлей түсіп, Әбілхан Қастеев, Айша Ғалымбаева сынды акварель техникасының майталмандарының ізбасары болды. Шакур Галиевич монотипия техникасында көп жұмыстар жасады. Әсіресе бала күннен ойнап өскен ерке ертістің бойындағы талдар мен жолдар, гүлдер мен тастар оның қиялын алысқа жетеледі. Соколов Владимир Максимович Белоруссияның Белосток қаласында туылған. 1920 жылдары Мәскеудегі революциялық Ресей суретшілер қауымдастығының орталық студиясында оқыды. 1930 жылдан бері Ленинградта тұрып, түрлі елдерге шығармашылық сапарларға шықты. 1941 жылы суретші Ленинград блокадасына арнап тамаша үгіт-насихат плакаттарын жасады. Ол жауынгерлерді жігерлендіріп, жеңіске бір табан жақындатты. Соколовтың туындылары Санкт-Петербург мемлекеттік тарих музейінде, Ресей көркемсурет академиясының ғылыми кітапханасында, Санкт-Петербургтың 20-21 ғасырдағы өнер музейінде, Удмурт республикалық бейнелеу өнері музейінде және өзіміздің сүйікті музейіміз Борис Алексеевич Уханов, кеңес үкіметі кезеңінің суретшісі, график плакат жазудың шебері, пейзажшы, КСРО суретшілер одағының мүшесі, Мәскеуде 1903 жылы кескіндемешілер отбасында дүниеге келген. Бала күннен сурет өнеріне құмартты. Спектакльдер мен қойылымдарға декорациялар жазды. Мәскеудегі жоғарғы көркемөнер техникалық институтында 1923-1929 жылдар аралығында білім алады. Борис Уханов акварель, майлы бояулармен сурет салып, афорт, эстамп техникаларында жұмыс істеді. Жұбайы Елизавета Валянская екеуі бірігіп 1953 жылдары
балаларға арналған көптеген қызықтарға иллюстрациялар жазады. Михаил Тархановтың көркемдік мұрасы бізді аквамонотипияның сұлулығын ашатын эксперимент пен түс әлеміне апарады. Тарханов өзінің шығармашылық қызметін 20 ғасырдың басында бастаған. Бұл кезеңде шығармашыл жандардың жұмыстары жаңа бағыттарда өрбіді. Авангардтық жұмыстар адамдардың ішкі сезімдері мен интеллекттерін көрсете білді. Тарханов Михаил Михайлович Полтава облысының Зиньков қаласында 1888 жылы 4 қарашада қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Сурет салуға деген ынта-жігері Михаилды Строганов көркем училищесі қабырғасына келді. Ол училищені 1915 жылы бітірді. Ксилография, монотипия, афорт, акватинта техникаларын зерттеу суретші үшін қызықты эксперимент болды. Соның нәтижесінде монотипияның түрі акватипияны ойлап табады. Онда тақтаның орнына судың беті қолданылады. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер музейі қорында Михаил Тархановтың 31 туындысы сақталған. Олар 1990 жылы суретшінің жиені Татьяна Григорьевна Луганскаядан келіп түскен. Ырғағы мен фактурасы бойынша ерекше жұмыстар бізді динамикалығымен және жеңілділігімен сиқырлайды. Композициялары музыкалық және қайталанбас. Туындыларға қарап, көрермен түрлі түсті мәнерлілікті, авторлық іздестіруді, эксперименттің қуанышын сезінеді. Сызықтың қозғалысы мен тақтардың ықпалына түскендей, біз өткен өмірдің естелігіне қайта ораламыз. Кейбір шығармалар тегіс симметриялы сызықтармен қызықты. Мұнда қатаң геометриялық пішіндер, белгілі бір құрылымдық бірліктігі, тепе-теңдік бар. Акварель жұмыстары суретшіге композициялардың колористі құрылымын іздестіруге көмегін тигізген. Әсіресе, бұл техникада Тарханов 1950 жылдары жұмыс істеген. 1929 жылдан бастап түптеу, форзац, линогравюралар және сурет салу пәндерін Мәскеудің Красноперсенский ауданындағы көмекші мектептерінде, Мәскеудің полиграфия техникумында, Мәскеу сәндік қолданбалы өнер институтында жүргізеді. 1947 жылы доцент ғылыми атағына бекітілген. Көрмелердің де қатысушысы. 100 жыл өткен соң жұмыстары заманауи абстрактілі импровизация ретінде қабылдануда. Олар соншалықты өзекті. Олардың фрагменттерін пәтер интерьерлерін, киім, ойыншық, аксессуарлардың фрагменттерінен табуға болады. Суретшінің жұмыстары музейлер мен жеке коллекцияларда сақталған. Шеберлік сабағымызды тамашалайтын уақыт та жетті. Ең алдымен сусабын мен гуашты араластырып, шынының бетіне сурет саламыз. Бұл жерде дайын суретке қарауға да, ойдан салуға да болады. Шынының бетіне бояуды еркін қозғалыстармен өрнектейміз. Қою жағудың қажеті жоқ. Бастысы, мазоктар арасында саңылаудың қалмауы және бояудың кетпеуі қажет. Шыны бетіндегі бояуға ақ қағазды төсейміз. Оның үстінен жақсылап қолмен бастырамыз. Ал енді ақ парақты ашуға да болады. Тамаша. Бізде монотипия техникасында әдемі көрініс пайда болды. Бұл техниканың мақсаты
бояулардың салған өрнектерін, қалдырған іздерін көрсету болатын. ПВА желімді суға құйып, қылқаламмен жақсылап араластырамыз. Құтыларға майлы бояуды тамызып, үстіне бояуды сұйылтқыш зат қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Біз бүгін өздеріңіз байқап отырғандай, сары, көк, қызыл, жасыл түстерді қолданамыз. Судың бетіне бояуларды жеке-жеке әр түстен тамшылатамыз. Міне тамаша, әрбір оттискіміз ерекше болып шығып жатыр. Бірін-бірі қайталамайды. Оны бастапқыдағы күйінде де қалдыруға болады, түрлендіруге де болады. Балалар, егер сіздерге бұл техникалар ұнаса, өздеріңіз де үйден жасап көрулеріңізге болады. Тек қана қауіпсіздік ережелерін сақтап, абай болғандарыңыз жөн. Назарларыңызға рахмет. Олай болса, балалар айдарында келесі кездескенше сау болыңыздар.